Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Söz mü İslam'a? İslam'a. Құрметті бауырлар. Бүгін истиғфардың пайдасы туралы бірер сөз қозғағым келеді. Өйткені ол туралы қанша айта берсе де, адам өміріне сонша пайда деп ойлаймын. Құрметті жақсылар. Адамның күнәсі, осы күнә дейміз ғой, түрлі күнәлерді айтамыз. Осы өмірімізге қандай әсерлері бар. Соның себептерінен кейде біз осы өмірде таяқ жеп жүреміз. Соның себептерінен біз кейде осы өмірде көптеген бір ауыртпашылық, қиыншылықтарға қалып жатамыз. Сол мәселелерді мен қозғап кеткім келеді. Біріншіден, осы күнә. Егер қарасақ, күнәнің жаман әсері сонша адамды көп нәрсеге жетіп атқан ісінен махрумдыққа алып барады екен. Яғни, жететін жетістіктеріңізді қияды екен. Соларды азайтады екен. Өйткені, Құран-ы Кәрімде, пайғамбарымыз хадисінде осы мағынада көптеген сөздер бар. Солардың біреуі, адам осы дүниедегі барынша, қанша жақсылық жасайыншы, өзіне бір мақсат қойып, сол бір жақсылықтарға жетейінші деген сайын, сол мақсаттарының себебінен, бір мақсаттардың себебінен өзіне бақытыма жетемін, бір жүрегіме бір қуаныш аламын десе де, күнә сол жететін жетістігін қиып тастайды екен. Мысалы, Құран-ы Кәрімде жер бетіндегі апаттар, түрлі келеңсіз жағдайлар сіздердің қолдарыңыздан жасаған себептерінен деп айтады. Біліңіз, егер сіздің бір ісіңіз жүрмей жатса, бір ісіңіз құралмай жатса, онда сіздің бір ортада жасаған күнәңіз соған кереғар жауып тұр соны. Сол нәрсеңізді қисық қылып, алға қарай жүргізбей тұр. Ол бір. Екінші бір нәрсе, сол күнә мәселесіндегі. Күнәнің тұсауы бар дейді. Күнәнің тұсауы адамның құлшылыққа деген ынжықтығын, еріншектігін пайда қылады екен. Күнә адамды. Өзі білесіз ғой, кейде намаз оқығыңыз келіп тұрса, ерінесіз. Бір сауап іс, жақсылық жасағыңыз келіп тұрса, қайттан ерінесіз. Сол еріншекті қайдан келді деп ойласаңыз біліңіз. Мысалы, таң намазына біреулер айтады, мен тұрамай қалам дейді. Біреулер айтап, бір осы жерде садақа қылғым келіп тұр, бірақ сол жерде өзімнің қырсықтығым ұстап қалды дейді. Немесе көп адамдардан көреміз, осы умраға келеді, сөйтеді де сол умраға келе салысыменен, анау жалқауларса, жалқаудың тірлігін істегісі келе бастайды. Біліңіз, құлшылық ғибадаттан сізді жалқаулыққа сүйрейтін нәрсе ол күнә. Сол күнә, соның себебінен сізде жалқаулық пайда болды. Оған ғалымдарымыз айтады. Бір ғалымнан бір кісі кеп сұрайды екен да, құрметті пәленше деген ұстаздан сұрайды, құрметті пәленше. Осы сіздерді байқаймын, түнгі намаздар оқып жүресіздер, сондай көп құлшылық етесіздер. Мен де түнгі намаз оқығым келеді. Сол түнгі намаздан мен қалып кете берем, ұйықтап қала берем. Тұрамын, бірақ жалқаулық қыламын. Не істеймін деген кезде, сенің түнгі ғибадатыңнан сенің күндізгі жасаған істерің тосып жатыр деп айтады. Түнгі ғибадатыңнан күндізгі істерің тосып жатыр. Біліңіз, егер сізді жақсылыққа қарай, Құдайдың құлшылығына қарай бір жалқаулық ұстаса, намаз оқудан бір нәрсе жалқаулық қылса, ораза тұтудан қорқыныш қылса, осының бәрінен сізді тосатын нәрсе күнәнің аяғыңыздағы тұсауы. Тағы бір айта кететін дүние, күнәнің ауырлығы бар. Күнәнің ауырлығы бір ғалым айтады екен.
жақсылықтың ісінен сізді жеңілдетудің орнына ауырлатады дейді. Жақсылыққа қарай жүруіңізді ауыр қылады екен. Мысал айтайық, осы тауафқа келген кезде кейбір адамдар жылай алмай қалады. Байқайсыздар ма? Жылай алмай қалады. Кейде Кағбаны көрген кезінде жүрегіңізде қаттылық білесіз. Алдына келген кезде елжіремейді. Оған екі себеп. Бір себеп, мүмкін сіз қатты әсерленіп қалдыңыз. Яғни, соны қатты күттіңізді, ана жерге келген кезде әсеріңіз асып кетті. Ол жақсылық шығар. Ал екінші күмән, ол сол күнәнің ісінен. Жақсы амал сізге ауыр тие бастайды. Мысалы, намаз оқудан сіз шаршайсыз. Тауаф қылудан сіз шаршайсыз. Ораза тұтудан шаршайсыз. Егер мына Қағбаға кіргенде сіз энергия ала алмасаңыз, біліңіз, мен көп адамнан байқаймын. Сіздер умраға барып жүрсіздер, мына Қағбағаны көріп жүрсіздер, сол жерге кіргендегі энергияны сезесіз ба? Керемет, мен ана кісілер уағыз айтып отыр екен, сол үшін микрофонды қоспай отырмын әдейі. Ана кісілерге әсер етпейші деп. Жоқ, мешіттің бәріне жаңырап кетеді, сол үшін не қылып жатырмын. Тағы айтқым келетіні, осы Қағбаны айналғанда өте көп естимін адамдардан. Белгілі бір рахат аламын дейді. Және де сол жерден айналып жүре бергім келеді, энергия аламын дейді. Ол бекер нәрсе емес. Ал егер сол сіз энергия емес, сізге сол нәрсе ауырлық қылса, денсаулық себебінен емес. Енді мүмкін сіздің денсаулығыңызда бір кінәрат бар шығар. Давление бар, жүрек ауыру, аяғыңыз ауырады, беліңіз ауырады. Оған ешқандай не жоқ, қарсылығым жоқ. Егер ешқандай денсаулық емес, сіздің жүрегіңіз шаршайтын болса, онда біліңіз, сізде күнәнің себептері бар. Күнәнің әсері көп, қызықтығы адамның жүрегін күнә қарайтады деп айтады. Оның жүрегін қарайтуы сондай бір нәрсе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады мысал ретінде. Кішкентай күнә адам жүрегіне дақ қалдырады дейді. Сол дақ күшейе берген сайын адам жүрегі қарая береді. Ақыры қап-қара қара қазандай болады дейді. Адалды танымайды, арамды танымайды дейді. Ал жүректің қарайғанын неден білесіз? Жаңадегі жоғарғы нәрселер болады. Сіздің дұғаңыздың қабыл болуы ұзақ болады, перде болады ортада. Құлшылық ғибадаттарыңыздың бәрінде жалқаулық, ауырлық сезінеді. Алла менен сіздің араңыздағы байланыс үзіледі. Ойласаңыз, бір күнәлардың себептері соншалық сіздің жүрегіңізге алып келеді. Ал ол күнәларды біз бөлеміз, ғалымдар бөледі. Күнәлар ауыр күнәлар болады. Ауыр күнә дегеніміз, Алла тағала сол күнәнің жазасына дозақты уәде еткен, немесе ауыр азаптық уәде еткендерді ауыр күнә дейміз. Адам өлтіру, зина жасау, ұрлық жасау деген сияқты нәрселер ауыр күнә болады. Жеңіл күнәлар бар. Алла тағала оларды жамандаған, мынау нәрселерің дұрыс емес деп қайтарған, пайғамбарымыз қайтарды, пайғамбарымыз жақсы көрмеді деген сөздер бар да, олар жеңіл күнәлар. Бірақ артынан азапты уәде еткен жоқ. Бірақ біліңіз, азапты уәде еткен ауыр күнәлар сіздерді Алланың нұрынан тосады. Ол анық тосады. Және де Алланың азабы уәде етілген екен, сіздің жаныңыздан періштелер де, Құдайдың жақсы құлдары да қаша бастайды. Мынандай нәрсе бар. Ол сопылықта бар да осы нәрсе. Бұны біздің қазақта адамның жүзінің нұры деп айтады. Жүзі жылыдан түңілме деп айтып жатады ғой, байқайсыздар ма? Адамның жүзінің нұры ше, ол оның түрінің жастығынан, әдемілігіне қарамайды. Кейбір адамдар болады, сондай боянып алады, немесе реңді болады да,
бірақ бір нәрсе итеріп тұрады анадан ше. Жақтырмайсыз. Кейбір адамдар болады, беті мыж-мыж, әжім, сондай қартайған, сондай кісі, бірақ керемет тартымды. Жанынан жүре берген келеді ана кісінің. Бұл қарапайым нәрсе ғой, ол біздің, сіздің сезетініміз. Ал біліңіз, сондай құлшылық ғибадатта, Аллаға даты жеткен, сондай зікірдің дәмін біліп, соншалықты Құдайға жүрегін тазартқаны адамдар, адамның жүзінен біледі екен ғой сол нұрды ше. Адам ішіндегі құлшылық ғибадаттың нұрын адамның жүзінен біледі екен ғой. Сол үшін кейде бір адамдар алдына келген кезінде, анау айтады ғой, пірім біліп қойды дейді ғой, ол өтірік емес та. Ана жүрегіндегі екеуінің байланысы, махаббаты сонша, өзінің мұриті, яғни өзінің шәкірті күнә жасап келгеннен анан жүзінің қарайғанын біледі. Жүзінен нұр кетеді екен. Жүзінен нұр кетіп, ана құлшылықтың дәмін сезе алмағаннан, оның ғибадатынан дәм кетеді. Намазы немқұрайды оқыла бастайды. Намазының дәмін сезбейді, жатып тұра береді. Я Алла дегенде білмей қалады. Мен сол дәмді сіздер қазір бір шетін жақсылықтың жағынан айтып жатырмын. Жақсылық дәмін сіздер сездіңіздер. Оны мен айтқым келетіні, ана Қағбаға бардыңыздар ғой. Соны барғанда аралайсыздар ма, тауаф қыласыздар ма? Сосын ана Қағбаға қарағанда қандай сезімде аласыздар? Көзіңіз тоймайды, бір жүрегіңізден ба, бір жылулық сезесіздер, тоймайтын. Уақыт сезбей қаласыз ана жерде ше. Бір ерекше қуаныш сезесіз. Қызығы, сол сезім, сіздің сезіміңіз, сол жердегі сезім, жайнамаздың үстінде де сезілу керек, білесіз ба? Сіз зікір айтып атқанда да сол сезім сезілу керек. Сол дәмді іздеңіз. Яғни, түсіндіре алсам, Қағбаны көргенде, сол мешіттің ішіне кіресіз ғой, кіргеннен бір сондай елжіреп кіресіз ше, шаршап тұрарсыз, мүмкін аяғыңыз ауырып тұрар, беліңіз ауырып тұрар, бірақ ана жерге келгенде, анан бір қарап кеткіңіз келеді, адамдармен таласып бір қарағыңыз келеді. Қарайсыз, анау миллион адам анан айналып жүрсіз. Жаныңызда адамдар шулап өтіп атыр. Сода шаруаңыз бола ма, айтыңызшы? Абыр сабыр өтіп атады, сатырыз күтіріп алдыңыздан өтіп атады, басқа қылып атады. Сіз бірақ шаруаңыз, сіз және ана Қағба болады ғой. Басқа ше, басқа мен шаруам жоқ дейсіз да. Егер сіз шынымен ақ ниетіңіз дұрыс болатын болса, сол сезім сізде болады. Сіз осы жерге келгенде қайта-қайта ниетіңіз жаңартыңыз. Мен не үшін келдім мұнда? Туристік сапарға ма? Базар аралауға ма? Рахат көріп, қызық көруге ма? Елдің мінін теруге ма? Жоқ. Сіз құлшылық ғибадатқа Алламенен байланысты іздеп келдіңіз. Біліңіз, жәннаттың жолы ауыр жол. Ол жерде Алла тағала сізді қай жерде әлсізсіз, сол жерде сынайды. Қай жерден әлсіз? Мал дүниеден ба? Тіліңізден тия алмай әлсізсіз ба? Құлағыңызды тия алмай әлсізсіз ба? Көзіңізді тия алмайтын әлсізсіз ба? Қай жерде әлсіздік жасайсыз? Алла тағала сол жерден сынайды. Ол сынақтарды осы жерде оны қаттырақ сезесіз. Неге екенін айтайын ба? Өйткені сіздің қазіргі байланысыңыз ерекше. Қатты байланыс, Алламенен байланысыңыз тұрған үшін, әлгі түрлі күнәлар, түрлі сіздерге келген тосықтар сізге ауыр тиіп ерекше сезім береді. Бұл мәселенің бәрін не үшін қозғадым, құрметті жақсылар? Алла тағала сізге азды көпті өмір берді. Құдай өзі жазып маңдайыңызға құлшылық ғибадатты нәсіп етті. Білесіз ба, несібе деген тұрып кетейінші. Ибрахим Адхам деген бір әулие кісі бар екен. Сол кісі өзі бай кісі болған. Заттарын, дүниелерін көтеріп келе жатса, жанына бір кісі келіп көріп,
сондай атақты адам, сондай керемет жан. Енді мынаны інілеріңіз, бауырларыңыз, тым болмаған жақындарыңызға көтерте салмадыңыз ба дегенде, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай сөзді білем. Кім адал рызық несібені іздеп, Алланың жолында пейнет көрсе, жәннатқа жолын жеңілетеді Алла тағала оған деген. Сіз ойлаңыз, жұмыс істейсіз. Мысалы, ер азамат, әйел кісі болсын, жұмыс істеп, сол нан табу, соны адал табу үшін пейнет қыласыз ба? Сол пейнетіңізде егер адал табамын, Құдайдың жолындамын десеңіз, сол істеген ісіңіз үшін сіз сауап аласыз. Бұл жай ғана нан табудың жолы, құрметті бауырлар, өте жай ғана нан табу. Ал біліңіз, бір ғалымдар айтқан екен, рызық несібе екіге бөлінеді депті. Біреуі сені іздейді, біреуін сен іздейсің депті. Біз өзіміз іздеп жүретін рызық несібе ғой олар, ана артынан жүгіріп. Бірақ білесіз ба, Алла тағала кейбір несібені бізге оны іздетеді ғой. Сол сізді іздеп келген несібе Құдайдың иманы. Сіздің жүрегіңізге Аллаға деген сенімді ұялатып қойды. Құдай сізге сол несібені берді, білесіз ба? Ол несібені не бір байларға бермеген. Ана маңдайын сәждеге қоюды көп адамға бермеді. Не бір патшаларға бермеді. Не бір мықты аламаннан озған батырларға бермеді. Не бір жарық бас сондай шырақ болып жанған ғалымдарға бермеді. Бірақ Алла тағала таңдап, сіз сұраған жоқсыз. Сол несібеңіз сізді тауып келді. Осы дүниеде рызық несібені көбейтетін амалдар көп. Соның біреуі шүкірлік. Құдайға көп шүкір айтсаңыз, Алла тағала несібеңізді одан сайын арта береді, көбейте береді. Ал сол несібені көбейтетін тағы бір нәрсе, құрметті бауырлар, Алладан кешірім сұрау екен. Алладан кешірім сұрау. Мен сол үшін күнәлардың зардабы туралы сөз қозғадым. Сол үшін күнәлардың әсерін, оларды бөліңкіреп, жіктеңкіреп айттым. Құрметті жақсылар, күнәдан тазару, ол қазір сіздердің жасап атқан істеріңіз. Осы мешітке келіп, құлшылық ғибадат ету, намаз оқу, ораза тұту, осы істердің барлығы Құдай сізге сұрамай сізге беріп қойған іс қой. Құдайдан мүмкін бір шеттерінен кейде сұраған шығарсыз, басқа, бірақ сізге сондай нәсіп етті. Мысалы айтайықшы, Бақытжан ұстазымыз отыр жанымызда. Алла тағала ол кісіге сондай бір керемет нәсіп етті. Қажыларға, умрашыларға қызмет етуді. Сол кісілердің әрбір жасаған умрасынан осы кісіге сауабы барып тұрады. Сіздердің әрбір жасап атқан, көріп атқан қиыншылығынан ұйқысы, тамағы азайып, өзі пейнеттеніп қиналады. Бірақ соның бәрінен Алла тағала осы кісіге сондай бір керемет іс беріп қойды. Адам аңсай алмайтын нәрсе. Бір келгенде, мысалы, пәлен адам бірге келсе, мысалы, 50 адам бірге келсе, сол 50 рет умра жасаған болады ғой кісі. Соның қызметін жасаса, соның бәрінің қызметінен сауап алады. Ендеше сіздер де осы бір-бірлеріңізге қызмет жасаңыздар. Ерініп қалмаңыздар. Күнәнің кешірімін көп сұраңыз. Таңертең, түсте, кешке. Білесіз ба? Мынандай сөз бар. Мен Мединада бір сөз қозғадым. Ана жерде есімнен шығып кетіп қалыпты, бірақ соны қайтадан айтып кетем. Заттар бар ғой, кейде киелі болады. Бірақ сол киелі заттар мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тоны, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шашы киелі ғой. Киелі, адамдар соған таласады, көргісі келеді. Қағба киелі, оның жанында қара тас киелі, ана жұрттың соғысып атқанын көресіз, күніге бар. Бірақ білесіз ба, олардың бәрі зат қой. Олардың бәрі зат. Ол белгілі бір жерге шейін ғана киелі. Бірақ ол адамның өзіне тікелей әсер етпейді кейде. Себебін айтайыншы. Мединада
Абдулла ибн Убай деген кісі өтті. Кім екен ол, білесіздер ма? Мұнафиқтардың басшысы екен. 200-лердің басшысы болған ғой. Абдулла ибн Убай деген. Өте бай кісі болған. Ауқатты, сондай. Бір рудың басшысы, ақсақал кісі болған ғой. Бірақ ана пайғамбарымызды көре алмағаннан, ана пайғамбарымыздың атағы озып кетті дегеннен, тәкаппарлығынан 200-ді болып, кәпірлігін ішіне жасырып, иманын сыртына шығарған 200 адам ғой. Сол 200 адам пайғамбарымызға жақындай беріп, не қыла берген, пайғамбарымыз біледі оның сонда 200 екен. Сол кісіні сыйлағаннан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям о кісі өзінің үстіндегі ақ көйлегін шешіп береді. Ойлаңызшы, сізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көйлегін шешіп берсе, қалай ұстар едіңіз оны? Ойлаңызшы, сол кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көйлегін шешіп берді. Ол кісі өлген кезінде пайғамбарымыздың көйлегі менен о кісіні жерледі. Қандай атақ адам жете алмайтын деп ойлайсыз ғой? Ойлаңызшы, сіз өлген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көйлегін үстіңізге жапса, қандай бақыт? Керемет бақыт қой, ойлаңызшы. Ол да еш нәрсе емес. Көйлегін жетті. Өлсе көйлегін үстіне көмді ше. Өлгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісінің күнәсінің кешірімін сұрады. Сізден, сіздің атыңызды айтып, ақ пайғамбарымыз, ардақты пайғамбарымыз, Аллахым пәленшенің күнәсін кешірші деп кешірімін сұраса, қандай атақ деп ойлайсыз? Сіздің күнәңіздің кешірімін сұраса, пайғамбарымыздың өзі. Одан үлкен атақ бар ма осы өмірде, айтыңызшы? Жан тапсыратындай дәрежеде, немесе дейді, оны үйтіп айтудың қажеті жоқ шығар. Өмір сүруге, сол бір әшейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахым, мына пәленшенің ұлы түгеншенің күнәсін кешірші деген бір ауыз сөз үшін өмір сүруге болатындай дәрежедегі сөз ғой, дұрыс па? Мысалы, ондай атаққа жеткендер аз болған. Мысалы, Сәд Уақас деген бізде сөз бар ғой. Саад ибн Аби Уақас деген кісі болған. Сол кісіге пайғамбарымыз айтқан ғой. Өзі оға періп, Сәд Уақас, ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын, атшы деген ғой. Не деген үлкен атақ қой, Ал енді ана Убай деген, Абдулла ибн Убай туралы, 200 адам туралы сөйлеп жатырмыз. О кісіге көйлегін сауғаға берді, сыйлық берді. Өлген кезінде соның көйлегін үстіне жапты. Сөйтіп пайғамбардың өзі ол кісінен кешірім сұраса да Алла тағала айтты дейді. Ей Мұхаммед, сен одан 70 рет, оған 70 рет кешірім сұрасаң да, мен оны кешірмейін деп айтты. Ал пайғамбарымыздың көйлегі қалай болды енді о кісіге? Әсер етті ма? Зат қуудың қажеті жоқ. Бұл дүниеде заттың өзінің орны бар. Иә, дұрыс, орны бар. Бірақ ол сондай бір сұмдық нәрсе емес та, ол түсінесіз ба? Иә. Сіз дүние іздеуіңіз мүмкін да, мысалы сізге бір Мерседес жүрегіңізге қуаныш сыйлауы мүмкін да. Бір 4 этажды коттедж сізге жүрегіңізге бақыт сыйлауы мүмкін. Бірақ ол уақытша нәрсе да. Оны сіз ақыретке арқалап кете алмайсыз. Оны сіз жәннатыңызға апарып қоя алмайсыз. Ол осы жерде қап кетеді. Кейбір қанша адамдарды көрдім мен. Мен мысалы Өзбекстанда бір адамды білем. Кезінде мен дін оқыдым Өзбекстанда, сояқта жүр. Бір адамды білем. Өте бай кісі болды да. 90-шы жылдар адамдар нан тауамай жүргенде іріп-шіріп атқан бай болды. Үлкен, керемет, зәулім бірнеше үйі болатын. Коттедждері болатын. Ақыры жұрттар сыртынан неше түрлі машина алып келе бергесін, өзі барып, Германияға барып, Мерседестің заводына барып, өзінің атына арнайы ақша беріп, тек өзіне арнап машина жасатады ғой әлгі жігіт. Байлығынан да, тек өзінің атына деп, басқа ешкімде болмасын дейді. Менде ғана болсын. Болды дейді. Сіздің ақшаңыз, ақша жетеді. Ал онда айта беріңіз дейді. Реңі мынандай болсын, болды. Орындығы мынандай болсын, болды. Рөлі мынандай болсын, болды. Ұстайтын жері
аяғымды қоятын жер, қолымды қоятын жер, қарайтын жер, бәрі сіздің қалауыңыз. Айтыңызшы. Міңіз, жазып алып, болды, осыны орындап береміз. Сол машинасын айдап келеді ғой. Сөйтеді де, есігінің алдына келе берен, шаршайды ғой адам деген. Көшесіне кіріп келе жатқан кезінде, шаршағаннан, қатты ұйқы қысылғаннан, андай бағана дейді ғой, столбы, светтің бағанасына соғып алады ғой көлігін. Ол үшін нәрсе емес, соған жүрек ұстап өліп қалады. Көлігі не болды енді оның? Сонша таңдады, сонша ақша жұмсады. Соған күйіп өліп қалды. Енді мақұл, оған күйіп демей-ақ қояйықшы, жақсы айтайықшы, жүрек ұстап өліп қалды. Не болды енді? Құрметті жақсылар, бұл дүниеде сізді жәннатқа кіргізетін ол сіздің құлшылық ғибадатыңыз. Сіздің жан досыңыз, сізді сатпайтын досыңыз ол сіздің амалыңыз. Осы жерде жасаған әрбір құлшылық ғибадатыңыз. Сізді құртатын сіздің күнәңіз. Сіздің жолыңызды байлайтын, өміріңіздегі берекеңізді алатын, жүрегіңізді қарайтып Құдайдан ұзақ қылатын, құлшылық ғибадатта сізге жалқаулық сыйлайтын, құлшылық ғибадаттың дәмін сездірмейтін, соның бәрі ол күнә. Ол күнәдан арылу сіздің қолыңызда. Содан арылсаңыз, Құдайға жақын боласыз. Өміріңіздің берекесін табасыз. Жүрегіңізге қуаныш табасыз. Сізге ешқандайда бір киелі қара тас, біз затқа табынбаймыз. Мұсылманшылықта ондай бұтпарастық деген нәрсе жоқ та. Ана біреулер айтады жан, ана қара тас неге айналады? Оны пайғамбарымыз айтқан үшін айналамыз. Қара тасты неге сүйесіңдер? Пайғамбарымыз айтқан үшін сүйеміз. Тіпті сүймей қалсақ та біздің умрамыз, тәуапымыз қабыл болады. Сондықтан осы жердегі отырғандарыңыз мысалы қанша адам отырсыздар? Сүйдіңіздер ма? Барып ұстадыңыз ба? Мысалы, бір-ақ адам, тағы ше? Екі-ақ адам, тағы ше? Мысалы, қара тастың өзін ана іші, күміспен жаратылған ішін, мысалы ше? Кішкентай нәрсе ғой, мысалы ше? Бәрекелді. Машалла. Енді қараңыз. Енді қараңыздар, құрметті бауырлар. Осы жерге қанша миллион адам келеді, оның бәрі ұстамайда кетеді. Біреулер ұстап та кетеді. Ол зат та. Жоғарда айтқандай Абдулла ибн Убайға пайғамбарымыздың көйлегі ешқандай әсер берген жоқ. Мен тағы қосымша айтам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ше, пайғамбарымыз аят түседі ғой, сен 70 мәртеде кешірім сұрасаң, мен оны кешірмеймін дейді. Ал пайғамбарымыздың жұмсақтығын білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 71 мәрте сұрапты ғой. Таң қаласыз, бәрібір пайғамбар ғой. О кісінің жүрегінің жұмсақтығы, кеңдігі сонша. Ешкімді жамандыққа қиған емес. Оның сатқын екенін білді деше, оның 200 екенін білді. Оның жүрегінде кәпірлігі бар, бақталас екенін де білді да. Бірақ өлсе сол адам, соны арулап көмдіртіп, Құдай тағала мен оны кешірмеймін, қой десе де, сонда да бір сұрап қалайыншы деді. Ойлаңыз, Құрметті бауырлар, бұл жерден сіз алатын сабақ көп. Ол сабақты айтуға тіліміз жетпейді. Жеткізуге жүрегіміз жетпейді. Бірақ айтатыным сіздерге. Ең маңызды дүние ғой. Құдай тағала сізге рызық несібе берді. Бір рызық несібен сіз өзіңіз артынан жүгіріп жүрсіз. Ал бір рызық несібелер сізді өздері арқаңыздан жүгіріп жүрді. Ендеше осы жерге келіп, құлшылық ғибадат қылуыңызды Алла бұйыртқан екен. Сізден бақытты адам жоқ шығар.
Құдайдан көп күнәңіздің кешірімін сұрап қалыңыз. Көп сәжде қылып қалыңыз. Көп истиғфар айтып, шамаңыз жеткенше әрекет қылыңыз. Бірақ біліңіз, өмір ғой бұл, өткінші нәрсе. Қанша уақыт береді екен сізге сәжде қылуға? Бір адамдар болған, соғысқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен келіп, мысал Ухуд деген соғыста, гидтарыңыз айтса айтқан шығар, айтпаса есінен шығып кеткен шығар. Ухуд соғысында неше түрлі адам өлді. Соның ішінде бір адам өлді. Бір батыр кісі болды да, сомдық адамды қырған ғой. Бәрін қырып келе жатып, өзі сұмдық қатты жараланады. Бауырға жарақат тисе, оның ауырғаны сонша, адам есін жоғалтып қояды екен ғой. Анан бауырына қылыш кіреді ғой. Соның ауырғанына шыдай алмай, өз-өзін қылыштап өлтірген екен. Өліп баратқан кезінде адамдар айтады ғой, ей, сен батырсың ғой, шыдамайсың ба десе, мен бұл жерге дейді, ешқандай да бір пайғамбар үшін, ешқандай да бір дін үшін келген жоқпын. Мен жігіттер кеттік дегеннен кейін мен батырмын ғой, мен қалай, менде задний жоқ деп келдім дейді ғой. Әшейін сонда сөзге бола келген адам екен да. Тағы сөйте тұра, бір қылыштың жанының ащылығына шыдай алмай, өз-өзіне қол жұмсап өледі. Кәпір болып өлді да. Пайғамбардың жанында, пайғамбардың әскерінің ішінде иық тіресіп тұрып, пайғамбардың батасын алып тұрып, соның жанында тұрып, кәпір болып өлу деген қандай сұмдық, е? Сондай қылып жазды ғой Алла тағала біреуге. Ал бір адам болды. Тіпті екі адамды мысал қылады. Соның біреуі яһуди, ғалым кісі болады. Ал соның біреуі қарапайым кісі екен. Екеуі десе, бір түнде иманға келеді ғой. Бір түнде иманға келеді, таңертең соғыс болып жатқан кезінде пайғамбарымызбен соғысқа қосылып келеді. Бір намаз оқымаған болады ғой. Бір намаз маңдайы сәждеге тимеген адам ғой. Соғысқа кіреді да жан тапсырады ғой екеуі де. Сөйтіп тұрып жәннати болады. Алла тағала сізге қанша намаз рызық берген екен. Және сол берген рызқының барлығынан сіз Құдайға жақындадыңыз ба екен? Қанша Құдайға зікір айттыңыз, Құран оқыдыңыз? Біліңіз, Алла тағала өзі сүйген құлдарына керемет рызық несібелер береді. Кейбіреулерге болмашы нәрседен жәннат береді. Кейбіреулерге қанша әрекет қылса да, пайғамбардың өзі дұға қылса да, көйлегін берсе де, иығын тіреп тұрса да жанына, бата беріп тұрып әскеріне бірге алып жүрсе де, жәннатқа жете алмай кетеді. Сол үшін Құдайдан көп құлшылық сұраңыз. Бірақ біліңіз, жәннатқа кіру, кірмеу әуелі Алладан болады. Сонан соң оған себепкер тікелей сізсіз. Сөздің соңында қорытып айтатыным пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Жәннатқа қалаған адам кіреді дейді. Қаламаған адам кірмейді дейді. Сонда сұрайды, жәннатқа қаламайтын адамда бола ма дейді. Иә дейді, кім маған ермейді, жәннатқа кірмейді дейді. Жәннатқа қалайсыз ба кіруді? Сол қалайтын қалауыңызға сай өмір сүріңіз. Соған сай құлшылық ғибадат қылып, әрекет қылып тер төгіңіз. Құдайменен байланысыңызды қатайтыңыз, күшейтіңіз. Ешкім сіздің жүрегіңізді жарып көре алмайды. Бірақ сіз өзіңіздің жүрегіңізді білесіз, Құдайға қанша жақын екендігіңізді. Ал оның егер өзім біле алмаймын, білгім келеді десеңіз, біліңіз. Атаулла Сәкандари деген кісі айтады. Сен Құдай менен өзіңнің араңдағы арағашықтықты білгің келсе, не істеп атқанын, не нәрсені аңсап жүргеніңді, не нәрсені ойлап жүргеніңе қара дейді.
егер сол істеп жүргенің, жүрегіңдегі ойыңдағы мақсатың қалай бұрылса, Құдайға жақындап тұрған істер болса, сен жақынсың. Ал егер мүлде оған қатысы жоқ болса, сенің де Құдайға ешқандай қатысың жоқ. Егер сіз намазды атақ үшін, мансап үшін, досым үшін, басқа үшін оқысаңыз, умраға келгенде туристік сапар үшін, ақшаңыздың байлығын көрсетіп қалу үшін, немесе ана досым жіберді, балам жіберді, ұлым, қызым жіберді, соқын келе салдым үшін кесеңіз, онда сіздің Құдайға ешқандай қатысыңыз жоқ. Құдай содан сақтасын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Раббым Аллахым, үлкен де кіші де күнәларымызды кешір. Дерт сырқат науқастарымызға шипа бер. Дүниеден өткендерімізді жарылқа. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим.